Сәлеметсіздер ме, балалар? Өзіңізтану сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ақ көңілді туралы деп аталады. Ал енді сабақты тереңірек түсіну үшін пікір алмасайық. Сабақтың тақырыбын қалай түсінесіздер? Ақ көңілділік мінездің түрі, адам баласының қасиеттерінің бірі. Мұндай адамдар баршаның ісі ілгері бассын, көптің көңілі өссін, жұрттың жүзіне жайдарлық тілейді. Олар әрқашан басқаларға көмектесуге әзір тұрады. Бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзі ақын Ғабит Мүсіреповтің махаббат, достық, бауырмалдық адамның ең бір асыл қасиеттері деген сөздермен жалғастырамыз. Дәйек сөздің мағынасын қалай түсіндіңіздер? Дәйек сөзден қандай ой түйіндедіңіздер? Оқып үйренейік айдарында дәріден де күшті мәтіні берілді. Мәтінді бәріміз тыңдайық. Нағима апай бүгін ыстығы көтеріліп, ауырып тұрса да мектепке келді. Дәрігер шақыртқан жоқ. Балалардың бір күні зая кетеді ғой деп ойлады. Ол оқушылардың үй жұмысын тексерді. Содан соң жаңа тапсырма берді де, басын сүйеп, төмен қарап үнсіз отырды. Оқушылар мұғалімнің ауырып отырғанын сезді. Тапсырманы орындауға үнсіз кірісті. Апай басын көтерген кезде алдында тұрған алманы көрді. Мүмкін алма мен кәмпит жесеңіз жазылып кетерсіз деді балалар. Мұғалім елжіреп кетті. Сендерге рахмет балалар. Алма мен кәмпит емес, сендердің ықыластарың мен пейілдерің маған дәріден де күшті ем. Сол күні сабақ соңына дейін болды. Апай да, балалар да үйлеріне көңілді қайтты. Мәтін бойынша сұрақтар. Сендердің ықыластарың мен пейілдерің маған дәріден де күшті ем деген сөзді қалай түсінесіңдер? Өздерің қиналып тұрған адамды көргенде қандай көмек берер едіңдер? Осы сабақты ары қарай тереңірек түсіну үшін бейнероликке назар аударайық. Ертеде Талап пен Жанат деген ағалы інілі ағайындылар тату тәтті көршілес өмір сүрген екен. Алайда бір күні ағасы Талап інісі Жанаттың өтінішін орындамай қалып, араларында салқындық пайда болады. Екіншіде інісі де ағасына қажетті көмекті көрсетпей, өткен жолғы ренішін еске салады. Осыдан кейін екеуі қатты ренжіседі. Сөйлесу түгілі амандаспайтын халге жетеді. Күндердің күнінде Талаптың есігін жұмыс іздеп жүрген ағаш ұстасы қағады. Оны жұмысқа алуға келісіп, анау тұрған шағын өзенді көрдің бе? Соның арғы бетінде інім тұрады. Сол жерге үлкен қақпа орната аласың ба? Ол өте биік болсын. Оның үйінде түрінде көргім келмейді дейді Талап. Ұста, иә, жасауға болады. Сонда неге ініңізді көргіңіз келмейді деп сұрады. Ағасы не себепті ұрысқандарында есіне түсіре алмады. Реніші тереңдеп кеткен екен. Аз ғана ойланған ұста, рұқсат етсең таңға дейін жұмыс істейін, ертең басқа шаруаларым бар деді. Қожайын келісім берді. Алайда түні бойы мазасызданып ұйықтай алмады. Оның үстіне сырттан ұста құралдарының тарс-тұрс дыбыстары естіле берді. Ақыры таң атып, қожайын сыртқа шығып, қақпаға тапсырыс берген тұсқа мойын бұрды. Қараса ешқандай қақпа жоқ. Керісінше өзеннің арғы бетіне өтетін көпір қойылыпты. Сорың құрсын, мынау не сұмдық? Мына ұстаны ма? Мен оған әлгілерді көзіме көрсетпейтін қақпа салуды тапсырдым ғой деп ашуға буылға бергенде таныс бейне ұшырасты. Кілт тоқтады. Анықтап қараса, көпірдің үстінде інісі Жанат тұр екен. Ол қолын бұлғап, қымбатты бауырым менің, жан бауырым, сені сондай сағындым. Сен менің ең жақынымсың ғой. Өзім бірінші қадам жасауға тәуекел ете алмай жүредім. Алайда сен соны жасадың. Әрине, өйткені сен үлкен әрі ақылсың ғой деп ағынан жарылды. Екі бауыр құшақтасып, көздеріне жас алып, мәз-мейрам болысты. Екеуі көк шалғынға отыра кетіп, өткен кеткенді еске алып,
қызықты сәттерін айтудан жалықпады. Осылайша кештің қалай батқанын білмей де қалды. Ал енді төмендегі сұрақтарға жауап берейік. Ең бірінші болып кешірім сұрау дұрыс әрекет деп ойлайсыздар ма? Бейнефильмдегі кейіпкердің орнында болсаңыз, сіз бірінші болып кешірім сұрар ма едіңіз? Бейнефильмнен қандай ой түйіндедіңіз? Бүгінгі тақырып бойынша алған білімдеріңізді бекіту мақсатында шығармашылық жұмыс орындаймыз. Шығармашылық жұмыс бірінші тапсырма: төменде берілген сөздер мен сөз тіркестерін пайдаланып, ақкөңіл, қайырымды адамға мінездеме беріп, оның портретін жасаңыздар. Тиісті сөздер мен сөз тіркестері: ізгілік, кешірімділік, кішіпейілдік, адалдық, жанашырлық, кеңпейілдік, бауырмалдық, ізеттілік. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.